Гүлмира Мұхамеджанова Қайыркенқызы. Біз сіздермен бүгін оқылым сауаттылығы атты оқу құралы туралы сөйлесетін боламыз. Оқылым сауаттылығы оқу құралы 5-ші сыныптарға арналған. 5-ші сыныптарға арналған осы оқу сауаттылығы атты оқу құралы таңдау курсы бойынша вариативтік сағаттарға байланысты дайындалды. Бұл курс аптасына 1 сағат өтеді. Жылдық таңдау курсының мақсаты мен міндеттеріне тоқтала кеткім келеді. Мақсаты оқушының өзіндік көзқарасын, сыни ойын жетілдіру, ұстанымын дәлелді түрде жеткізу үшін жан-жақты білім алып, оқылым дағдысында сөздік қорын байыту. Және де мақсатымен бірге оқу құралының бірнеше міндеттеріне тоқтала кеткім келеді. Оқылым мәтіндеріне деген сүйіспеншілікті қалыптастыру және шығармашылық ізденіс жолдарын байқау және оны қарай дамыту, көркем туындының оқиғалық желісін, мазмұнын аша білуге көмектесу, өзіндік ізденіс мақсаты ретінде оқылым мәтіндеріне көрсеттіру, алған білімдерін қолдана алуға мүмкіндік беру, жол сілтеу, сұрақтар мен тапсырмалар арқылы оқушыға әдебиет теориясын, әдеби тілді меңгеруге көмек көрсету үшін бағыттау, сөздерді орфоэпиялық нормаға сай қолдануды үйрету дағдылары. Оқу құралының міндеттерінің бір-бірімен тығыз байланыста екенін көріп отырсыздар. Өйткені оқылым мәтіндерінде түрлі бағытта жөн сілтеу, оларды үйрету, дағдыландыру, тапсырмаларды оқушыларға орындата білу, оларды орындату үшін тілді меңгеруге көмектесу көрсету үшін және бағыттау оқу құралының негізгі міндеттері болып отыр. Әрине, оқу өзектілігі болады. Сіздер әріптестер өздеріңіз білесіздер өзектіліктің екенін. Сонда да сіздерге тағы да бір осы оқу құралының өзектілігімен таныстыра кетейін. Оқушының өзіндік білімін көтеру, үйрену, тұжырымдарын, көзқарастарын, мәселені көруін, дәлелдеуін қалыптастыруды көздейді. Бұл оқу құралының өзектілігі де берілген тапсырмаларда болып отыр. Яғни оның ішінде біріншіден оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытады, жаңашылдық компоненттерді қабылдай аулайды. Енді бір жерде сізге айта кететінім, оқушыларға біз біріншіден жол сілтейміз, екіншіден сол сілтеген жолымыз бойынша оқушыларға тапсырмалар беру арқылы олардың жаңағы жасаған жұмыстарын көреміз. Сондықтан да бұл жерде жаңағы өзектілігінің болып отырған жері осы екен. Яғни логикалық ойлау қабілетін дамыту деп отырғанымыз осы екен. Кешіріңіздер, мына жерде техникалық ақаулықтар болып жатыр. Сіздерге экран көрінбей жатыр ау? Көрінбей жатыр ма? Қазір, мына жерде кішкене. Сіздерге көріне ме? Презентация көріне ме, әріптестер? Енді көрінді. Енді көрінді ма? Жақсы, аға. Арғай жалғастырайық онда. Жаңа сіздерді өзектілігіменен, мақсатымен міндет сауаттылығы оқу құралының енді мынадай құрамдас бөліктерінен айта кетейін. Біріншіден, теориялық білімді қолдану принциптері мен ережелерінің сипаты, берілген білім саласындағы теориялық таным әдістерін сипаттау, теориялық оқу материалын игеруге қажетті нақты пән бойынша тапсырмалар енгізу, үйренген білім мен дағдылар тексеру үшін бақылау сұрақтары мен тапсырмалар, мәтіндер, өлеңдер, тағы басқа шығармалардың берілуі. Жалпы сіздерге айта кететін болсам, зор, онда бізде қазақ тіліне көбінесе оқыған теориялық білімімізді практикамен ұштастыра білуіміз керек. Сондықтан да бұл оқылым сауаттылығы оқу құралы қазақ тілі пәнімен тығыз байланысты деп айта кеткім келеді. Әрине бұнда мәтіндер, өлеңдер, шығармалар, әңгімелер, үзінділері нақты тапсырмалармен беріледі. Сондықтан да таным әдістерін сипаттау, ережелердің сипаттауы оқылым сауаттылығының құрамдас бөліктерін құрап. Сізге белгілі жаңартылған білім мазмұны бойынша қазақ тілі 4 дағды бойынша, яғни коммуникативтік оқыту ұстанымы 4 дағдыны жүзеге асырады. Тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым. Негізінен осы 4 дағды біздің қазақ тілі сабақтарымызда күнделікті жүріп жатады.
оны бір-бірінен бөліп қарастыруға болмайды. Дегенмен де біз мынау 5-ші сыныптарда арнап отырған оқу құралымызды қазіргі кезде бастауыштың оқушылары, орта буын оқушылары бізге келген кезде жаңағы шағын мәтіндермен жұмыс істеу арқылы оқушының сөздік қорын байытуымыз керек, әңгімелесу, өз ойын айта білу деген сияқты. Енді олар жоғарғы сыныпқа қарай жақындаған сайын біздің мәтіндеріміз де көбейе бастайды. Оқылым дағдысы былай қарағанда оқу сауаттылығы деген қазіргі кезде алынып жүрген жоғары сыныптарға ұлттық бірыңғай тестілеуде болады, өйткені онда көбіне жаңа мәтіндермен жұмыс істеу. Негізінен бұлардың бәрі де функционалдық сауаттылыққа байланысты. Қазіргі таңда оқушылардың функционалдық сауаттылығына аса көңіл бөлініп отыр. Өткенде ғана бір семинарда болып кетті, әріптестерім, сіздер болған да шығарсыздар ішінде. Сол оқу сауаттылығымен жаңа функционалдық сауаттылығының байланысы зор екені сол жерде айтылып өтті. Сондықтан да біз оқушылар осы оқылым дағдысында қазір практика 2 ай ғана уақыт өтсе де оқушылардың жетістіктері жаман емес деп ойлаймыз. Ал енді жалпы оқылым дағдысының өзіне келетін болсақ, оқылым дағдысы дегеніміз мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты әртүрлі деңгейде қабылдау және түсіну, тілдің айтылым заңдылықтарына сәйкес оқи алу, зерттеу оқу, шолып оқу, мәселені сын тұрғысынан бағалау, негізгі аргументті анықтап, дәлелдеу деңгейіне бағытталады. Жалпы оқылым дағдысы кезінде айтылған оқылым дағдыларының түрлерін қабылдай алатын болса, биік жетістіктерден көріне алады деген ойдамын. Жалпы сіздерге мана семинардың басында айтып кеттім, бұл оқылым сауаттылығы оқу құралы 34 сағатқа негізделген болады деп, енді осы бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында, яғни мәтіндік тақырыптардың әр алуандығы қарастырылды. Кішкентайда мәтін болады, өлең болады, поэмадан үзінді бар, бірақ бала осы мәтіндермен осы құралда танысады, жұмыс істейді. Мұнда стратегия түрлері де көп. Негізінен сіздер өздеріңіз білесіздер, сабақтарда қолданып жүрсіздер қазақ тілі сабағында. Жалпы бастауыш сыныптан келетін кейбір стратегия түрлері бар, өйткені бала көзбен жүгіртіп те оқи білу керек, дауыстап та оқи білу керек деген сияқты. Әсіресе төменгі буын оқушылары оқығанды кеткен, мана айтып кеттік қой, осы 34 сағатқа негізделген тақырыптар берілді деп, сол жаңа айтып кеткенде енді стратегия түрлерімен таныстырып кетейін. Бұнда енді бірнеше стратегия түрлері бар. Жас ерекшеліктеріне қарай алған стратегия түрлерін сіздерге айтып кетейін. Болжап оқу, рөлге бөліп оқу, талдап оқу, іріктеп оқу, зерттеп оқу, көз жүгіртіп оқу, белгілеп оқу, түсініп оқу. Жалпы кейбір оқушылар болады, сіздер өздеріңіздер білесіздер ғой, мұғалімдер, әріптестер. Сондықтан бұл жердегі мақсат оқушыға айқын түсіндірілу керек. Көз жүгіртіп оқу, іріктеп оқу, талдап оқу. Әрине, осы оқуды стратегия түрлерін балаларға түсіндірген кезде, оның не екенін, қалай оқу керек екенін басында түсіндіріп барып, жаңа оқылым мәтіндерімен таныстырамыз. Енді мынадай тамаша бір даналы сөзбен арғай жалғастырғым келеді. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөз қалыптастыруға арналған әдіс тәсілдерді жаңағы стратегия түрлерімен байланыстыруға болады. Пікір жүйелілігімен ойды жеткізу, оқушылардың оқылым әрекеті, оқу дағдысы шеберлігін шыңдау, негізгі және қосымша ақпаратты табу, оқу сауаттылығы басты тақырып, мәтін түрлерін ажырата білу, детальды түрде оқыту, оны түсіну, суреттер арқылы мәтінді болжау. 5-ші сыныпқа арналған қазақ тілі сабағында біз қыркүйек айында сабақты бастаған кезде қосымша ақпаратты табу деген тапсырманы орындаймыз. Осы жерден баланың жаңа оқу сауаттылығындағы алғашқы білімдерді байқала бастайды. Осы тақырыпты және мынау мәтін түрлерін ажырата білу, суреттеу, пайымдау, сипаттау деген осындай мәтіндерді де осы оқу құралында кіргіздік. Сондықтан да оқу сауаттылығы әртүрлі әдіс тәсілдерді қамтып отыр. Енді келесі жетілдірудің негізі деп алдық. Осында мынадай 2 сұрақ беріліп тұр. Оқылым дағдысын жетілдіру оқу бағдарламасында қалай қарастырылған? Мәтіндерге салыстырмалы анализ жасау оқушыда қандай білім мен дағдының болуын талап етеді?
ары қарай ойымды Гүлмира Мұхамеджанқызы жалғастырады. Рахмет, Меруерт Қайыркенқызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Міне, шынында да біз осы 34 сағаттан тұратын оқу бағдарламалық курсын оқылым сауаттылығын жасау барысында екі сұрақты алған болатынбыз. Әрине, біз жаңа әріптесім айтып кетті сіздерге, баланың бойында коммуникативтік дағдыны қалыптастыру барысында біз 4 дағдыны қалыптастырамыз. Соның ішінде біз оқылым дағдысын өзіміздің курсымызға басшылық етіп алып, осы курсты жасаған болатынбыз. Оқылым дағдысын жасау барысында біз неге көңіл бөлдік? Әрине, оқылым дағдысын жасау барысында жаңағы жаңартылған оқу бағдарламасы оқылым бөліміндегі бөлімшелерге қарадық. Бұл бөлімшелерде оқушылардың ақпаратты қаншалықты түсінетіні, мәтіннің стильдік ерекшеліктерін қалай тануға болатындығы, мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру. Яғни сіздер өздеріңіз де білесіздер, әріптестер, сабақ беріп жүрген жаңағы көп жағдайда біз сұрақ құрау барысында нақтылау сұрақтары, ой бағыттау сұрақтары және сонымен қатар мәтінді талдау барысында басшылыққа аламыз. Міне осы сұрақтарды басшылыққа ала отырып, біз балалардың ойын жаңағы мәтіндегі бағытталған негізгі ойға қарай жетелейміз. Сонымен қатар мәтіндерге салыстырмалы анализ жасайды балалар және оқылым стратегияларын қолдану. Жаңа Меруерт Қайыркенқызы сіздерге оқылым стратегияларының бірнеше түрін түсіндіріп кеткен болатын. Әрине, мен қазір келесі слайд еткен болатынмын. Бұлардың үлгілеріне тоқталмас бұрын, әрине біз оқылым кезінде, біз оқылым алды, оқылым кезі және оқылымнан кейінгі тапсырмалар деп, біз осы тапсырмаларға ойымызды негіздейміз. Соның барысында біз жаңағы нені басшылыққа аламыз? Әрине, осы кезде жүргізілген жұмыс түрлерінде біз нақты тілдік бірліктер мен сөйлеу үлгілерін саралау, оларды мәтін ішінде табу, болжам жасай білу қабілеттерін дамытуға бағыттайды. Жасау барысында мәтінді оқу және осы мәтінді түсіну оқу жақтарын қарастыру, мәтіннен жаңа сөздермен тіркескен сөздерді табу, анықтау, мәтін мазмұны бойынша бос орындарға қажетті сөздерді жазу, сонымен қатар мәтіннің соңғы бөлігін беріп, мәтіннің немен басталғанына болжам жасатамыз. Міне осындай сабақтардың жұмыс жасау барысында біз әрине баланың жаңағы оқылым дағдысындағы болатын қандай баланың бойында қалыптасатын дағды болу. Мысалы, біз осы жерде бір сабақтың үлгісімен сіздерге тоқталып кеткім келеді. Біз тақырыптың өзектілігі деп алдық. Осы тақырыптың өзектілігінде біз баса неге назар аудардық? Әрине, оқылым мәтіндегі айтылар ой арқауына үңілу, яғни оқушыларды осыған үңілту, тақырыпты түсіну, тақырып идеясын ажырату және мәтіндер арқылы тақырыптың өзектілігін анықтау. Бұны неге біз 5-ші сыныптан бастап алдық? Сіздер білесіздер, 5-ші сыныптың оқу мақсатында көп жағдайда балалардан бағытталған тапсырмалар өте көп беріледі. Сонымен қатар негізгі оймен қосымша ақпарат, яғни негізгі ақпаратпен қосымша ақпарат. Сондықтан да біз бастамасын осындай жеңілден күрделіге қарай негіздеуге бағыттадық. Сонымен қатар біз балалардың бойында, жаңа айтып отырмыз, оқылымнан кейінгі тапсырмалар да болады. Әрине, баланың бойында бұл оқылым сауаттылығы кезінде тек қана мәтінді оқытып, оған сұрақ қана қою емес, баланың бойында жаңағы шығармашылық қабілетінде дамыту. Өзімізде мынау оқылым бағдарламасы кезінде, сабақтарды құрған кезінде, мысалға балаларға өлең түрінде беріп, сол өлеңді оқып, өздеріне де өлең шығарту жолдарын ұсынған болатынбыз. Сонымен қатар, оқылым сауаттылығы бойынша орындалатын бірнеше қандай жұмыс түрлері, сол жұмыс түрлеріне де тоқталғым келеді. Ең бірінші біз оқылым сауаттылығын танытуға негіздейміз. Яғни бұл жерде біз эвристикалық әрекет ретінде бағыттаймыз. Сонымен қатар жаттығуды продуктивтік әрекет ретінде таңдалған жаттығу бойынша сөйлемдерді түрлендіру, таныс жаттығу түрлерін жасау, берілген тапсырманы бағалауға негіздейміз. Және сауаттылықты қалыптастыруға арналған практикалық әрекетте дағдыны таныс жағдайда қолдану, таныс емес жағдайда дағды қалыптастыру. Міне осындай дағдыларды қарастыру барысында баланың бойындағы оқу әрекеті қалыптасып, белсенді қызмет етуге ұмтылады. Әрине, мына жерде беріліп тұрған
жағдайда екі әңгімені бере отырып, әңгіменің ұқсастығы мен айырмашылығын, оның тақырыбы мен идеясын және өлеңдегі автордың ойы неге негізделеді, біз осыған көп көңілді бөліп отырамыз. Презентация көрінбей қалып дейді. Тағы да презентация көрінбейді да? Аха, кешіріңіздер. Ақаулар болып жатыр, енді кейде шығып кетіп жатыр мына жерде збой болады. Енді кешіріңіздер, мына жерде презентация көрмейді деп бізге әріптестер хабарлама жіберіп жатыр. Бұл біздің тарапымыздан емес, мына жерде кішкене басып қойып жатыр. Көріне ме презентация? Енді көріне ме? Көрінеді, ха. Жақсы, мына жерде мен өзімнің мынау берілген слайдта жұмыстарды түсіндіріп өттім. Келесі слайдқа назар аударатын болсаңыздар, мен жаңа сіздерге айтқан болатынмын. Бізде енді оқылым алды, оқылым кезі, оқылымнан кейінгі тапсырмалар түрлендіріліп берілді осы курс барысында. Әрине, міндетті түрде біз бір мәтінді оқу барысында бағытталған шығарма туралы бала қандай ой қортасын, міне осы туралы да олардың пікірін біліп отырамыз. Сонымен қатар жаңағы ой қозғау мақсатында біз жаңағы жұмыстың мәтінді оқып болғаннан кейін, әрине 5-ші сыныптың балалары болғаннан кейін мәтіннен мысалға маңызды ақпарат, яғни оқу мақсаттарында да бізде бар сіздерге таныс негізгі ақпарат, қосымша ақпаратты тану дейді. Сондай ақпаратқа негіздеу мақсатында баланың бойында барысындағы мәтіндегі негізгі маңызды ақпаратты табу барысында жүзеге асырған болатынбыз. Сонымен қатар осы оқылым сауаттылығы курсы негізінде сіздерге белгілі, біз бастауыш сыныпта бізде балалар мәтіннің түрлерімен танысады. Сипаттау мәтін екен, әңгімелеу мәтін екен, пайымдау мәтін екен. Бірақ жоғары сынып, енді біз 5-ші сыныптан бастап алғаннан кейін 5-6 сыныптарда көп жағдайда бұл мәтіннің түрлері туралы ақпарат жаңағы берілмейді. Сіздерге де белгілі ғой, өздеріңіз мына 11-ші сыныптар ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырған кезінде де, осы оқылым сауаттылығын тапсырған кезінде көп жағдайда мәтіннің түрлерін сұрастырып жатады. Сондықтан да біз енді 5-ші сыныпта осы бастауыш сыныптағы алған дағдыларын еске түсіру мақсатында осы курстың негізінде мәтіннің түрлерін енгізген болатынбыз. Ол сипаттау, әңгімелеу, пайымдау және бұл жерде хабарлау мәтінін де енгіздік. Хабарлау мәтінін қандай жағдайда енгіздік? Көп жағдайда жарнама жасау мәтіндері бар. Міне осындай түрде осы мәтіннің түрлерін де біледі. Сонымен қатар балаларда мынау тұтас мәтін, тұтас емес мәтін, аралас мәтін дегендер де болады. Міне осындай мәтіндердің түрлерін де үлгісін біз сабақ негізіне енгізген болатынбыз. Сонымен бірге біз осы 34 сағатқа негізделген оқу бағдарламасында 2 нәтиже сабағында енгізген болатынбыз. Бұл жартыжылдық бойынша 2-ші нәтиже сабағын енгіздік. Нәтиже сабағында біз неге баса көңіл аудардық? Бұл нәтиже сабағында бала өзінің 1-2 тоқсан барысында алған білім-білік дағдыларын шығармашылық жұмыста, яғни шығармашылық жұмыс жазуға үйрету, әдіс тәсіліне тоқталу, шығармашылыққа баулу арқылы жан-жақтылыққа шақыру, шығармашылық жұмыстар арқылы тақырыпты аша білуге үйрету. Яғни қаншалықты осыны көрсете алады. Міне нәтиже сабақтарында біз осы аламыз. Енді мынау келесі слайдта, құрметті әріптестер, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы аясында Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі білім саласында оқуға құштар мектеп жобасы қолға алынған болатын. Осы жарқын бастамаға қолдау көрсету мақсатында мектебімізде оқитын мектеп жобасы құрылды. Бұл жоба бізде 4-5 жылдай жұмыс жасап келе жатыр. Ал биылғы әдістемелік республика көлемі бойынша барлық мектептерде кәдімгідей әдістемелік нұсқауқатқа енгізілген болатын қосымша ретінде. Балалар әрбір мектепте отбасында болбасын 20 минуттық кітап оқу ұйымдастыру. Сонымен қатар жаңағы сыныпта мектептің бұрышында жаңағы буккроссинг бұрыштарын ұйымдастыру. Сол буккроссинг бұрыштарында балалар өздерінің қызықты кітаптарын алып келу немесе сол жердегі тұрған кітаптарды оқу. Арналған оқу бағдарламасы негізінде 34 сағаттан тұратын тақырып жасадық. Соған қоса біз 5-ші сыныптарға мынадай сіздердің алдарыңызда мынау слайдта көрсетіліп тұрған жаңағы ақын жазушыларымыздың шығармаларын ұсынған болатынбыз. Соны біз қалай балалардан білеміз, яғни оның оқығандығы, балаға қандай ой қалыптастырғандығы. Әрине біз оған қосымша күнделік
бастаттық. Бұл күнделіктің барысын өздерінің күнделіктері бар. Бұл күнделікте бала шығарманың тақырыбы, оның негізгі идеясы қандай, шығарманың композициялық құрылымы, яғни шығарма қалай басталады, қалай дамиды, байланысы, шарықтау шегі, ол шешімі қалай аяқталды. Неге біз бұндай күнделікті енгіздік? Өйткені көп жағдайда балалардың көп кітапты оқымай, жаңағы ғаламтор желісінен де алып қысқаша түрде үзіндісін бере салуы мүмкін. Бірақ енді біз баланың жаңағы кітапты оқығанын, қорытып жатқандығын білу мақсатында осындай күнделік жасаған болатынбыз. Және енді жаңа айтып кеттім ғой, бізде оқитын мектеп жобасы құрылды деп. Осы оқитын мектеп жобасы негізінде біздің оқушыларымыз жаңағы ұсынылған кітаптар бойынша өздері оқып шыққаннан кейін буктрейлер жасайды. Буктрейлерді, яғни 1,5 минуттан тұратын өздерінің видео, яғни бейне жазба арқылы осы кітап туралы ойларын бөліседі. Соны мен қазір сіздердің алдарыңызға өзімнің 1-2 кітап бойынша оқыған ойлармен сіздермен ой бөліскім келеді. Видеолар емес, видео емес, оқушылардың өздерін көрсеткім келеді. Енді өздері айтып қаласы. Сәлеметсіздер ме? Мен Токеш Наргиз. Сіздерді Бауыржан атамыздың ұшқан я повесімен таныстырғым келеді. Бауыржан атамыздың көрнекті жазушы Бауыржан атамыздың мектепке қалай барып, сабақ оқығаны жайлы суреттелген. Бауыржан атамыздың әжесінің қолында, дана әжесінің қолында қалай өскені, ертегілер мен баталардың арасында өскені жайлы суреттелген. Бауыржан атамыздың қыз тумас әжесімен өз әжемді салыстырып, өз әжеме деген сүйіспеншілік. Сонымен қатар әңгімедегі кейіпкерлердің бір-біріне деген бауырмалдықты, махаббатты, сүйіспеншілікті өзіме сіңіруге тырыстым. Құрметті оқу кітап сүйер достарым, сіздерге Бауыржан атамыздың ұшқан я повесін оқуға кеңес беремін. Рахмет. Келе ғой, Дариға. Екінші оқушымыз. Сәлеметсіздер ме? Мен Дәулетбек Дариға. Сіздерге Қасым Қасиевтің «Жау тылындағы бала» атты шығармасын таныстырғым келеді. Бұл шығарма 1961 жылы жазылған. Автор Ұлы Отан соғысы кезіндегі жау тылындағы партизандардың басқыншыларға қарсы зор еңбектерін суреттеп жазған. Повесте Ұлы Отан соғысы кезіндегі Украина жеріндегі 13 жасар қазақ баласының партизандар қатарында болған қилы өмір соқпақ сурет. Осындай кезде өлім аузынан аман қалған сәті өте аянышты болды. Осы сәтті оқыған кезде еріксіз көзіме жас келді. Сонымен қатар комиссар Шевченконың әйелі Анна Ивановнаның Серікті осындай кезде жалғыз қалдырмай өзімен бірге алып кетіп, Серікті өз баласындай көргені үлкен ерлік пен жауапкершілік болып саналады. Ал повесть соңында Серік өз әкесімен аман есен қауышады. Соғысы кезіндегі адамдардың қиындыққа толы өмір соқпағын өз басына өткізгендей болды. Сіздерге Қасым Қасеновтың осындай мағыналы «Жау тылындағы бала» атты шығармасын оқуға ұсынамын. Рахмет. Енді құрметті әріптестер, бұл бізде жаңағы видео ретінде түсірілген болатын. Балалар бізде бұны бейне таспа ретінде көп жағдайда түсіріп, өзінің топтарына ұсынатын. Енді сіздерге қоспай, жаңағы балалардың өзіндік ой тұрғыларынан сіздердің алдарыңызда таныстыру мақсатын біз көздеген болатынбыз. Енді біз осы жобамен оқылым сауаттылығын өткен оқу жылының да ұсынған болатынбыз. Сол бойынша бізде облыстық оқу-әдістемелік кеңесінің отырысы жаңағы ақпан айында жаңағы Ермағанбетова Меруерт Қайыркенқызы және Тасанова Гүлмира Мұхамеджанқызының Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдері оқылым сауаттылығы 5-ші сыныптарға арналған таңдау курсы, яғни мақұлдансын деген бізге осындай жаңағы шешім шықты. Міне осы шешім негізінде бізде биылғы оқу жылында қыркүйек айынан бастап осы оқылым сауаттылығы мектепте курс болып жүргізіледі. Сонымен қатар өткен оқу жылының мамыр айында біз өзіміздің Қостанай қаласындағы өрлеу біліктілік институтының ұйымдастыруымен, сонымен қатар халықаралық 21 ғасыр академиялық педагогикалық әдістемеліктің ұйымдастыруымен халықаралық жаңағы не өткен болатын, білімдік виртуалдық білім эстафетасы өткен болатын. Сол білімдік виртуалдық эстафетаға біз осы жұмысымызды бейне жазбаны ретінде түсіріп қатысқан болатынбыз. Сол нәтижесінде бізге сертификат берілді. Енді бүгінгі біз вебинарымыз кішкене соңына да таяп қалған сияқты тоқталатын болсақ, енді оқылым сауаттылығын үйрету мектеп оқушылары үшін ең маңызды жұмыс. Оқылым сауаттылығы арқылы оқушының әдебиетке деген қызығушылықтарын, сөз құдіретін түсінетін оқушының арта түсінетінде айтқа кеткіміз келеді. Мұғалімнің берген тапсырмалары арқылы оқушының ой өрісі, білімі, сауаты көрінетіні сөзсіз. Оқушыларға арналған бұл курс арқылы жұмыстың ішіндегі ең бір толыққанды оқушы білімінің нәтижесін толық тексеруге мүмкіндік беретіні анық. Қалыптастырып қоймай, оқудың қыр-сырын үйретіп, жол сілтейді. Олардың оқу сауаттылығын қадағалайды. Көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет, құрметті әріптестер.